Мен Ұлан каналыма қош келдіңіздер. Мен бағана сіздерге айтқан Бөлектау деген таудың шыңына келдім. Негізі бұның шыңы мына жақта екен. Енді о жақта адамдар көп болғандықтан кішкене шет жаққа барып сіздерге ашық жерден Бурабайдың әдемілігін көрсеткім келді. Бағана бір кісімен сөйлесіп қалған негізі. Ол кісінің айтуы бойынша бұл жақта 6 көл бар дейді. Енді дәл осы Бөлектаудың үстінен қарасам, мына жақта 2 көлді байқадым. Және де мына жақта 2 көлді байқадым. Негізі мына көптеген туристер, әсіресе Ресейден келген туристер көп негізі. Одан кейін Қазақстанның әртүрлі аймақтарынан келген туристер бар. Егер де суға шомыламын десе, мына бірінші көлге барады екен. Арнайы жағажайлар жасап қойған. Өте әдемі негізі. Сол жаққа барып, отбасылармен шомылады. Одан кейін достармен келіп шомылатындар бар. Бірақ қайықпен қыдырам десе, мына 2 көлден гөрі, қараңыздар, сіздерге айтқан. Мына 2 көлден гөрі бірінші орталықта орналасқан көлге қайықтар көптеп келеді. Неге десеңіздер, бұл жақта өздеріңіз білетін. Міне қараңыздар. Жаңағы Оқжетпес тауы, сосын Жұмбақтас орналасқан. Қараңыздар. Алыстан қарағанның өзінде қайықтар байқалып тұр, я? Мына жақта қайықтар көп негізі. Және де қайықтар осы Жұмбақтастың жағалауына келеді дағы, тоқтап, арнайы суретке түседі, естелікке. Тіпті кейбіреулер Қазақстанның туын алып алған, жаңағы естелікке өздерінің достарымен суретке түсіп атқандар қаншама. Және де тағы да менің бір таң қалған нәрсе, қараңыздар. Бұл жақта негізі 2 ағаштың түрі көп өседі. Біреуі қарағай, екіншісі аққайың. Менің бір таң қалғаным, мысалға мен өзім Талдықорғанның жігіті болғандықтан, о жақта мен көрдім, рас. Қарағайлар 2 тастың ортасын жарып өскен қарағайлар болады. Бірақ тамыры топыраққа кәдімгідей еніп тұр, я? Ал бұл жақтың қарағайлары қандай дейсіздер ғой? Бұл жақтың қарағайлары тастың ортасына тамыры бағытталған. Яғни өзіне қажетті тыңайтқыш дейді ғой, тастан алып тұр бұлар. Себебі мұқият қарасам, кәдімгі тастың ішіне тамырлар кіріп жатыр. Демек, тастың ішінде де ылғал бар деген сөз. Осы бір табиғаттың ерекше бір құбылысына мен расымен де таң қалдым негізі. Алланың құдіретінде шегі жоқ қой. Енді барынша сіздерге осы әдемілікті қарапайым сөзбен болса да жеткізе алдым деп ойлаймын. Қараңыздар. Бір көрсетіп жіберейін сіздерге. Қараңыздар, қандай әдемі табиғат. Назар қойып тыңдағандарыңызға